Саламатсыздар ма оқушылар? Қазір қазақ тілі сабағы. Сабақтың тақырыбы дара және күрделі сын есім. Бүгінгі сабақта сен мәтіннен сын есімдер таба аласың, және де сын есімдерді дара күрделі екенін ажырата аласыңдар. 17-ші жаттығуға назар аударамыз. Серіктің ағасы ұшқыш, бірақ оның ұшағы шағын. Ол соны ойлап қиялдап отыр. Ағасы үлкен ұшақта басқарса ғой. Күнде теледидардың көрсететін ұшақтар қандай керемет. Серік, сен не ойлап кеттің? Деді қасына келген ағасы. Аға, сен неге үлкен ұшақпен ұшпайсың? Үлкен ұшақтармен ұшатын ұшқыштар көп. Мен сияқты шағын ұшақпен ұшып халық шаруашылығына көмектесетін адамдарды керек, деді ағасы. Жақсы балалар. Енді екі сұраққа жауап бере қойыңдар. Мәтін не туралы? Және де мәтін саған ұнады ма? Деген сұрақтарға дәптерлеріңе жауап жазасыңдар. Енді ұшақтың қандай түрлерін білесің? Бұл жерде ұшақ, тікұшақ, бұл жерде парашют, және де әуе шары отыр екен, жарайсыңдар. Енді 18-ші жаттығуға назар аударамыз. Мына жасыл қарындаш, мұны мен күлті бояймын. Мына көк қарындаш, мұны мен суды бояймын. Жақсы балалар, бұл жерде өлеңнің қатесін тізіп көшіріп жазуымыз керек екен. Бұл жерде қате күл емес, гүлді болады екен, Енді қарамен, енді сын есімдер табуымыз керек. Жасыл және көк, бұлар дара сын есім. Ал бұл жерде қарамен берілген сөздер түбірі мен қосымшасын ажыратамыз. Күл, гүл, ді бұл жерде гүл түбірі, ал ді бұл жерде жалғау болады. Ол сөзбен сөзді байланыстыру екен. Су, суды, су бұл жерде түбір, ал ді бұл жерде жалғау. Бұл да сөзбен сөзді байланыстырып тұр екен. 19-ші жаттығу. Берілген әріптер қатарында жасырынған сөз сын есімдерді тауып оқы. Бұл жерде, мына жерде көк және әдемі. Көп болып кетті ғой сен. Ірі. Бізге қойып берші. Сосын ала. Сосын лас. Тағы ақ. Және де таза, және де қысқа, және сарғыш. Жақсы балалар, жарайсыңдар. Енді 20-ші жаттығуға. Бұл жерде көк, әдемі, ала, лас, ірі, таза, қысқа, сарғыш деген сөздер сын есім екен. Құрше. 20-ші тоқ. Жаман бала өзін мақтайды. Жақсы бала ар ұятын сақтайды. Тоқылдақтар тоқтық етіп тоқтайды. Бұл құстай әсем әуен таппайды. Бұл жерде енді балалар сын есімдерін асынсыз және дара күрделі екенін ажырат дейді. Бұл жерде жаман сын есім, және де жақсы, және де әсем деген сөздер. Бұл жерде сын есім болып тұр. 21-ші жаттығуға назар аударамыз. Адам көтерген көк ала шатыр қалқып келе жатыр. Бұл шошының жауабын табуымыз керек. Жауабы парашют. Жарайсыңдар балалар. Барлығы тамаша. Бұл жерде сын есім көк ала. Бұл әрине күрделі сын есім. Жарайсыңдар балалар. Сау болыңыздар.